Көрнекті жазушы Ілияс Есенберлиннің атақты Алмас қылыш романы желісімен қойылған спектакль қазақ елінің іргетасы қалануын бейнелейді. 15 ғасыр ортасы, Дешті Қыпшақ даласы. Әбілқайыр хандығындағы толассыз қан төгістер, ішкі қырқыстар мен аяусыз езгіден халық ауыр күйзелісте. Ал хан өз тағын сақтап қалу үшін қол астындағыларды бір-біріне айдап салып отырады. Осындай алмағайып кезеңде Керей мен Жәнібек сұлтандар қазақ руларының басын қосып, бөлек ел болмаққа бекінеді. Моғолстан ханы Есенбұғамен келісімге келіп, азаттық аңсаған қазақ руларын бастап, батыс жетісу жеріндегі Шу мен Талас өңіріне қоныс аударады. Спектакль жеке өз алдына хандық құру жолында небір тар жол тайғақ кешуден өтіп, ұлы тарих көшінен өзінің лайықты орнын алған халқымыздың рух мықтылығын паш етеді.